Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Қазір жылдың көктем мезгілі. Жарайсыңдар. Енді тақтаға назар аударайық. Бізге бүгін қонаққа 2 тауық келді. Олар жұмыртқаларын іздеп жүр екен. Жұмыртқаларын шатастырып алмау үшін жұмыртқаға белгі салыпты. Ол белгіні қызыл тауық дауысты дыбыстарды, ал көк тауық дауыссыз дыбыстарды салған екен. Біз оларға тауықтар жұмыртқаларын іздеуге көмектесеміз бе, балалар? Ендеше ортадағы жұмыртқаларды көрсетем, сендер сол қай тауықтың жұмыртқасы екен айырып айтамыз. Да, балалар? Дауыссыз. Қай тауыққа барады екен, балалар? Дауыссыз. Көк тауықтың жұмыртқасы екен. Дауысты. Дауысты. Ол қызыл тауықтың жұмыртқасы екен. Дауыссыз. Қай тауықтың жұмыртқасы? Көк тауықтың жұмыртқасы екен. Дауысты. Қандай деді? Дауысты. Қызыл тауыққа. Жарайсыңдар, балалар. Тауықтар сендерге риза болып, сендерге сандықты сыйға берді. Бұл сандықты ашу үшін мен сендерге жұмбақ жасырамын. Алыстағы көлге, күндізде де, түнде де бақ-бақ етіп шулайды. Ол не? Бақа. Жарайсыңдар, балалар. Жұмбақтың жауабы бақа екен. Бақа қай дыбыстан басталып тұр, балалар? Б дыбысынан басталып тұр. Б дыбысынан басталып тұр. Сандығымыз ашылып, ішінен Б дыбысы дауыссыз дыбыс, балалар. Б дыбысын айтып көрейікші. Б дыбысы айтқанда ернімізге тиіп, кедергі арқылы шыққан дыбысты қалай айтамыз, балалар? Дауыссыз. Кедергі арқылы шыққан дыбысты дауыссыз дыбыс дейміз екен. Бүгінгі біздің өтіп жатқан Б дыбысымыз дауыссыз дыбыс. Ол сөздің басында және сөздің ортасында еседі екен. Ендеше, мына суретке қарап отырып, балық дегенде бірінші қандай дыбысты естіп тұрмыз? Балапан. Қандай дыбыс естіп тұрсыңдар? Сөздің ортасында кездесіп тұр екен. 3 топқа бөлінеді. Бірінші топ, яғни екінші, үшінші топ болып. Алдарында шашылып жатқан суреттерді қарай отырып, Б дыбысынан келетін сөздерді айтып берейік. Алдарындағы суреттерді қарай отырып, Б дыбысынан келетін сөздерді айтып бересіңдер. Бірінші топ, балапан сөзіне сөз ойлайсыңдар. Екінші топ, барабан сөзін буынға бөлесіңдер. Үшінші топ, бота сөзін дыбыстық талдайсыңдар. Бірінші топтан ясымен балапан сөзіне сөйлем ойлайық. Балапан аулада жайылып жүр. Екінші топ, барабан сөзін буынға бөлейік. Шапалақтау арқылы буынға бөлейік. Барабан. Неше буын балалар? 3. Үшінші топ, бота сөзін дыбыстық талдайық. Б. Айтып отырамыз, балалар. Б. Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз. О. Дауыссыз. Т. Дауыссыз. А. Дауыссыз. Дұрыс құрастырдық ма? Жаңа қол соға қойайық. Балалар, бойымызды сергітіп алайық. Музыка әуелімен билейміз және буынды буынға қосамыз.
суреттегі заттарды ата дейді. 2 буынды сөзді 2 терезесі бар үйге, 3 буынды сөзді 3 терезесі бар үйге сәйкестендіреміз. Бірінші, барабан. Кім айтыңдаршы? Барабан. Неше буын? 3. Қайда сәйкестендіреміз? 3 терезесі бар үйге сәйкестендіреміз. Бесік. Иә? 2 терезесі бар үйге сәйкестендіреміз. Жарайсыңдар. Бақан. Бақан. Неше буын екен? 2. Иә, оны қай үйге сәйкестендіреміз? 2 терезесі 2 бар. буынды. Алдарындағы карточканы пайдалана отырып, буынға бөлеміз, буынды санмен белгілейміз. Иә, бірінші, көбелек. Кәні буынға бөлейік. Көбелек. Неше буын? 3. Иә, келесі? Балапан. Неше буын? 3. Машина. 3. Алма. 2. буын дұрыс айтасыңдар. Гүл. 1. буын. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, мына шатасқан дыбыстардың ішіне бота және бақа деген сөзді жазамыз. Бота сөзіне бірінші топтан Жанерке, үшінші топтан Мадияр. Біздер бота, бақа сөзін жаза береміз, балалар. Жарайсыңдар. Жарайсың. Равил жарайсың. Сабыржан бақа деп жазыпты. Назерке бота деп жазыпты. Жарайсыңдар, балалар. Қандай сөз шықты? Бота. Бота. Ботаны буынға бөліп.
жарайсың, орныңа отыра ғой. Ал Мадияр, сен қандай сөз жаздың? Бақа. Ал бақаны буынға бөле ғой. Неше буын екен? Балалар, біздер қандай дыбысты, қандай әріпті өттік? Б дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз. Оны қандай түспен белгілейміз екен? Көкпен белгілейміз екен. Бүгінгі оқу қызметінің жақсы орындадыңыздар балалар. Сендерге рахмет айтамын.